Мен Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның 8-ші сынып білім алушысы Ағасердар Гүлназ. Туған жерім Ақбұлым ауылына виртуалды саяхат. Күн нұры жер бетін нұрландырып, аспанды түрлі түске бояйды. Күннің арай атып, шуақ шашып шығып келе жатқанына не жетсін? Топырағына қасиеті сіңген киелілердің жері, қарасан көз шағылар. Ұшқан құстың, шапқан аттың шабысы жетпес шексіз қасиетті қазақ жері. Бұл көрініс Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Ақбұлым ауылының тау беткейінен түсірілген көрінісі. Ауылының солтүстік шығысқа қарай 5 шақырым жерде, Қаратау жотасының солтүстік баурайындағы тау алды белдеуінде Жетітөбе қорымы орналасқан. Жетітөбе қорымы ерте темір дәуірі археологиялық ескерткішінде қазба жұмыстары кезінде табылған алтыннан жасалған бұйым сынықтары сақ дәуіріндегі металл өңдеудің жоғары дәрежеде дамығандығын көрсетеді. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су. Судың да сұрауы бар дейді дана халқымыз. Қарасай шатқалында 250 метр тереңдіктен артезиан суы бар бұлақ ағады. Қарасай шатқалындағы петроглифтер қола және ерте темір дәуіріне жататын археологиялық ескерткіш болып саналады. Мұнда негізінен адам бейнесімен бірге тау ешкі, бұғы, елік, түйе, бақа сынды жануарлардың сұлбасы қашалған. Жартастағы суреттердің арасында кейде түйе бейнелері де кездеседі. Туған жерім маңайға алмасымен танылған ауылдың бірі. Аудандығы 536 гектар, алма бақтың 145 гектарында жеміс ағашы бұрыннан өсіріліп келеді. Алма баққа негізінен сары және қызыл түсті және тағы да басқа жаздық, күздік сұрыптар орналастырылған. Алманың аталған сұрыптары тасымалдауға, сақтауға да төзімді. Ақбұлым ауылының аудан орталығы Аса ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 28 километрдей жерде жаздық дала белдемінде орналасқан. Ақбұлым аталуының себебі Қырғыз Алатауының төменгі сілеміндегі Ақтаудың етегінен шыққан бұлақтан көктемдегі, күздегі будан ауылды ақ бу басып, бұлыңғыр тартып, соған байланысты ауыл Ақбұлым атанған. Ызғарлы қыс мезгілі кетіп, жайдары жылы көктем мезгілі келді. Бұл мектеп ұстаздары мен оқушылары үшін ерекше мезгілдердің бірі. Күн жылынғанына орай оқушылар сыртқа шығып, мектеп ауласын тазалау, безендіру, тазалық жұмыстарын жүргізеді. Мектеп ауласы оқу мекеменің көрнекті келбеті. Келуші бір қарағанда мектептің ауласына қарап алғашқы ой қалыптасады. Егер де бұл мектепте ұйымшылдықпен еңбек етсе, мақсаттары жан-жақты қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу болса, мектеп ауласы да талапқа сай көркемделеді.